салмақ дәрежесі бойынша әлемнің экс-чемпионы Мэнни Пакьяо алдағы айқасқа тыңғылықты дайындалып жатыр. Ол орта салмақ бойынша WBO белдігінің егері Джесси Варгаспен қолғап түйістірмек. Boxing News ресурсының жазуынша спортқа қайта оралу туралы шешім қабылдаған Пакьяо алғашқы кездесуін 5 қараша күні Лас-Вегаста өткізеді. Аңызға айналған боксшы ұрыс алдында қобалжып жүргенін де жасырмады. Алдағы айқастың мен үшін оңай болмасы анық. Жаттығуда тынымсыз тер төгіп шаршалаңда да барымды саламын деген сенімдемін. Қарсыласымды тізе бүктірсем, бұл менің бабымда екендігімді көрсетеді. Басылымға осылай деп сұхбат берген Мэнни алдағы кездесу туралы күні бұрын тон пішіп болжам жасағанды қаламайтынын айтыпты. Дегенмен жанкүйерлерін жеңіспен қуантуға тырысып бағады. Варгас осал жау емес. Өз салмағында чемпион атанған ол да бұл кездесуге тас түйін дайындалып жатыр. Басылымның жазуынша 2009 жылы Оскар де ла Хойяны тізе бүктірген кезден бастап Мэнни Пакьяо барлық кездесулерін 7 жыл бойы мерзімінен бұрын аяқтаған екен. Ал Мексика гран-приінде Феррари пилоты Себастьян Феттель өз мүмкіндігін көрсете алмай қапыда қалды. Евроспорттың хабарлауынша жанкүйерлер неміс спортшысының бойындағы жағымсыз өзгерістерді байқағандай. Өзіне жол беріп өткізіп жібермеген қарсыластарын қаралаған ол радио арқылы өзін өкпелеткендерді сөгумен әлек болады екен. Мәселен, Мексика гран-при кезінде Феттель ашуға мініп Фернандо Алонсоға ауыр сөздер айтқан көрінеді. Ал Макс Ферстаппен мен Даниэль Рикардомен жарысқан кезде өзін ұстай алмағанымен есте қалды. Іс насырға шапқасын Феррари командасының жетекшісі Маурицио Ариванепаның өзі радио арқылы байланысып, оны сабырға шақырады. Себастьян, сабыр ет. Бұл эпизод қазір тексеріліп жатыр. Оның дұрыс жасамағанын мен де жақсы білемін, бірақ сен сабыр сақта. Қалғанын кейін ақылдасамыз. Ақыры Макс Ферстаппен өз сазайын алып Феттель жеңіс тұғырына көтерілді. Бірақ Себастьян мен Даниэль Рикардо арасындағы тартысты қайта қарап шыққан мамандар Феррари пилоты кінәлі деген тұжырымға келді. Бейнежазбаны қайта көрген стюарттар Феттельдің жарыс жолындағы әрекеті қарсыласы үшін аса қауіпті болғанын анықтапты. Осылайша Формула 1 чемпионатының 19 кезеңі саналған Мексикадағы гран-при квалификациясы кезінде Рикардоның 3-ші келгені анықталды. Әлемнің ең үздік теннисшісі Новак Джокович басты қарсыласы Энди Маррейдің өзінен мықты екендігін мойындап, ақпарат құралдарына сұхбат беріпті. Бұл туралы Tennis X ресурсы хабарлады. Демек 7 қараша күні өткізілер ATP турда 29 жастағы британдық Энди Маррей әлемнің бірінші ракеткасы атануға мүмкіндігі бар. Бұл үшін теннисші Париждегі турнирде жеңіске жетіп, Джоковичті финалға дейін тоқтатып үлгеруі керек. Ал салқынғанды екендігін көрсеткен Новактың өзі алдағы сынның ауыр түсерін сезбегендей сыңай танытты. Қазір жағдайым жақсы, өткен бірнеше ай тынымсыз болған еді. Сондықтан алдағы мақсат бағдарымды айқындап, корт пен алаң сыртындағы өмірімді тағы бір бағамдап алуым керек. Сонда ғана жақсы өнер көрсететінім анық. Осылай деген теннисші Парижде өтер тартысқа мұқият дайындалып жатқанын жеткізді. Маррейдің бірінші ракетка атанарына сенімдімін, бірақ бұл ең алдымен оның өзіне байланысты, және менің бар екендігімді ұмытпағаны жөн дейді Новак. Ресурстың жазуынша Джокович ерлер арасындағы рейтингте бірінші позицияны осымен 123 апта бойы ұстап келеді. Норвегия шаңғышысы Тереза Йохауктың допинг дауына шырмалғаны туралы ақпарат таратқан швед тілшісі Лассе Анрельдің басы бәлеге қалды. Журналисті қорқытып үркітпек болғандар оған хат жолдапты. Ал Анрел бұл қоқан-лоқыны жауапсыз қалдырмады. Мен бұл хатты оқымадым, оны бірден полицияға жөнелттік. Әлбетте, Йохауктың басындағы жағдай норвегиялықтар үшін жеңіл тиген жоқ. Ол өз қарсыластарынан оқ бойы басым тұрды. Бәрі де Йохаукты жақсы көреді, бірақ ол жаңбыр жауса үстіне су тимейтін алаяқ қана. Бұған дейін хабарлағандай Норвегия шаңғышысы Тереза Йохауктан алынған допинг сынамадан тыйым салынған клостебол препараты табылған еді. Анықтай келгенде ерінге жағатын трофедермин кремінің құрамында осы зат бар болып шықты. Ал спортшы бұл кремді Италияда жаттығып жүрген кезінде күйіктен сақтану үшін жаққанын айтып ақталып отыр.